Құрметті студенттер, бүгін біз әйел иық бұйымының сызбасын құрастырамыз. Так, сіздерде егер осындай арнайы закройщик сызғышы болмаса, онда осылай жасап алсаңдар болады. Әрбір клетка ол 2 сантиметрден өстіп, өз қолдарынан жасап алсаңыздар болады. Так, біз қазір мынандай өлшем бойынша қазір базистік тор сызамыз. Так, бізде 48-ші размерге арналған осындай жаңағы орташа силуетті, орташа қынамалы тік силуетті болсын, немесе кәдімгідей бұйым әйелдер көйлегінің сызбасын құрастырамыз. Ал кеттік. Қосымшалар бар бізде. Так, 6-7 см ол орташа қонымдықтан арналған. Так, бірінші базистік тордың құрылысын жасайық. Так, бірінші А нулевойы нүктесін жасап алып, ол жерге бұрыш жазамыз. Так, былай кәдімгідей бұрыш сызамыз. Бұрыш сыздық, одан кейін. Так, ал ары қарай. Так, А нулевойы деп белгілейміз ол жерді. А нулевойы деп белгілейміз. Сосын ары қарай. А нулевойы А1 ол бізде көлем. То есть біз SG2-ге қосамыз ПД 48-ге алтын қосқанда бізде 54 см болады. А нулевойыдан 54 см бер қарай есептеп 54 см бізде базистік тордың көлемі болады бұл. Так, базистік тордың көлемі міне. Так, ол жерге біз А1 кішкентай А1 деп белгілейміз. Так, енді А нулевойыдан астына қарай бел сызығын өлшейміз. А нулевойы тең ДТС арқа ұзындығына қосымша қосамыз. Сол кезде бізде 43/4 болады. А нулевойыдан 43/4. Так, Т деп белгілейміз. Так, бұл бел сызығы. Бел сызығының орны. Сосын ары қарай кеуде сызығы. А нулевойы Г. Ол үшін міне көріп тұрсыздар, ВПРЗ, то есть артқы қолтықтың биіктігіне қосымша қосамыз. ПСР деген кеңдігі үшін, жеңнің кеңдігі үшін, және ПДТС арқа ұзындығына арналған қосымша. Сонымен бізде 23 см болады. А нулевойыдан 23 см түсіреміз. Так, міне 23 см. Ол жерге біз Г деп белгілейміз. Так, ТБ бізде бөксе сызығы бізде 18 см-ден орналасқан примерно. Так, ТБ және N нүктесі ең соңына дейін. Так, N нүктесі бізде етегі болып саналады. Ал енді барлық нүктелерді көлденең жүргіземіз. Г, Т, Б, N нүктесінен көлденең сызықтар және А1 нүктесінен астына қарай төртбұрыш жасаймыз. Квадрат сызып шығамыз. Квадрат. Прямоугольник сызамыз. Тікбұрыш, тік төртбұрыш. Так. Сыздық. Енді мынау көлденең сызықтар сызамыз. Так, Г нүктесі. Так, бел сызығын сызамыз. Так, және бөксе сызығын. Так, базистік торды бірінші сызып алайық. Так, енді арқа жалпақтығымен және алдыңғы жалпақтықты, алдыңғы көлем мен артқы көлемді есептейік. Ол үшін А нулевойы ал оңға қарай шесі, то есть бізде арқа жалпақтығына қосымша қосамыз. Болады 19/3, ол оңға қарай. Так, алдыңғы көлем бізде А1, А2, то есть бізде мынау SG2 мен SG1-дің есебі болады. Бізде қосымша қосқан кезде 19/9, ол солға қарай. Енді А нулевойыдан біз 19/3-ті есептейміз. А нулевойыдан 19/3. Так, міне дейміз, Так, және ішке қарай 19/9, примерно 20 сияқты. Так, енді мынау көлденең кеуде сызығына тік сызықтар сызамыз. Сіздерге жақсы көріну үшін, сосын кейін басынан, үстінен қаттырақ қара ручкамен сызып шығамын. Енді нүктелерін қойып шығайық. Бұл жерде А2 болады кішкентай әріптер. Бұл қолтық ойындысының көлемі. Сосын кейін бұл жерде Г1, Г4. Оңға қарай бұл жерде бізде Г3, Т3, Б3. Так, және N3 болады. Ал енді мына қолтық ойындысының көлемі дұрыс па? Осы жерге біздің жеңіміз келе ма, келмей ма, соны белгілеу үшін, білу үшін біз мына қолтық ойындысының көлемін тексереміз, формуламен тексереміз. Ол үшін біз осы жаңағы иық көлеміне 7 см қосамыз. Бұл бізде әрқашан 7 см көбінесе қосатын көлем. Бұл қосымша және оны 3-ке бөлеміз. Так,
сол кезде 12-де 4 болып шығады екен. 12-де 4 бұл бізде ауытқуларды 0,4 сантиметрге дейін рұқсат етіледі. Және бұл тексерілгеннен аз болмауы тиіс. То есть 12-де 4-тен аз болмауы керек. Ал енді сызбадан тексерейік оны. 12-де 4-тен аз болмау үшін, так, көрейік. Бізде қанша қазір? 14 сантиметр болып тұр. Так, 14 сантиметр бізде ол 12-де 4-тен көбірек. Яғни бізде осы жерге жең ойындысы сияды. Так, жең ойын сияды. Так, ал бұл жерде бүйір сызығын сызу үшін 7 сантиметрді өлшеп алып, ортасын өлшеп алып, астына қарай сызық сызайық. Бұл бізде бүйір сызығы. Так, бүйір сызығы өтті. Ол жерге біз Г2 деп белгілейміз. Г2 деп белгілейміз. Ал сонымен бізде базистық тор дайын. Бұл арты, бұл алды.